Қазіргі жастар кітап оқи ма? Осыны білу үшін біз қаладағы ең ірі кітапханалардың бірі Фараб кітапханасына келдік. Көріп тұрғандарыңыздай оқу залы бос, кітапхананың ішінде тек аздаған ғана оқырман бар. Осындай үлкен кітапханада оқырманның аз болуы өте өкінішті жағдай. Жалпы тақырыбымыз жастар туралы болғандықтан біз жастардың өзінен сұхбат алуды шештік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Есіміңіз кім? Насиба. Насиба, сіз кітапханаға қаншалықты жиі келесіз? Кітапхана ұзақ болғандықтан көбінесе айына 1-2 рет келем. Бірақ көп келуге онша уақыт болмайды, себебі сол кітаптарды кітапханадағы телефоннан оқыған қолайлырақ үйде отырып. Есіміңіз? Лейла болады. Лейла, сіз жалпы қандай жанрда кітаптар оқисыз? Мен негізі көп кітап оқымаймын. Бірақ оқысам классика оқитын едім. Негізі классика 1 рет 2 рет оқығам. Сол классика дейміз. Яғни сіз кітапханаға жиі келмейсіз, е? Жоқ, көп келмеймін. Бүгінде тарихтан бір кітап керек болып, сол үшін келдім. Сәлеметсіз бе, есіміңіз кім? Саламатсыз ба, менің атым Мұқадас. Мұқадас, сіз осы кітапханаға жалпы кітап оқу үшін келесіз ба, әлде сабаққа қажет болған кезде ғана ма? Жоқ, мен негізі кітапханаға көп келмеймін. Кітап оқуға келмеймін. Кітапхана маған тек қана сабаққа қатысты болған кезде ғана келем. Негізі кітап оқыған көп ұнамайды. Көбінесе мен фильм, телевизор солар көремін. Көріп тұрғандарыңыздай жастардың ойы екіге бөлінді. Жартысы кітаптар тек электронды вариантын оқиды екен, ал қалғандары мүлдем кітап оқымайды, кітапханаға келсе де тек сабақ үшін келеді. Бұның себебі әлеуметтік желілердің дамып кетуі. Жастардың көбі кітап оқығаннан гөрі әлеуметтік желілерде отырғанды жақсы көреді. Алайда біз ақпаратқа толы заманда өмір сүріп жатырмыз. Тек шынайы ақпараттарды кітаптан ғана таба аламыз. Сол үшін жастар, сіздерді кітапханаға келіп кітап оқуға шақырамын.